Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын, қамыры үгітіліп тұратын пахлава пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен бөлме температурасында сары май, разрыхлитель және 5 жұмыртқамыз, қант, қаймақ қажет болады. Ең алдымен ұнымызға сары майымызды салып, қолдың көмегімен үгітіп аламыз. Достар, бұл рецепті жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Міне қамырымызды үгітіп алдық. Енді үстіне разрыхлитель және ванилинімізді салып, тағы бір араластырып аламыз. Енді үстіне қаймағымызды және де жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырына қант қоспайсыздар, мүлдем қоспаңыздар. Міне осылай жұмсақ қамыр илеңіздер. Егер қамырларыңыз жұмсақ болып кетсе, кішкене ұн қоссаңыздар да болады. Дайын болған қамырды 3 бөлікке бөліп аламыз. Ең үлкен, ортаншы және ең кіші бөліктерге бөлеміз. Ең кіші бөлік бізде қамырдың, пахлавамыздың ортасына салатын қамырымыз. Қамырларымыз демін алғанша біз жұмыртқаның ағын және қантымызды салып миксерлеп аламыз. Қантты бөліп қосыңыздар, барлығын бірден салып жібермеңіздер. Жұмыртқаның көлемі ұлғайғанша және өзінің формасын сақтап қалғанша миксерлейсіздер. Достар, видеоңды ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бұл сіздерге бір сәттік жұмыс, маған үлкен шабыт сыйлайды, және де келесі видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Бұл рецепт негізінен өте қарапайым және өте дәмді болып шығады. Қорықпай жасап көрсеңіздер болады. Балаларыңызға, отбасыларыңызға өте қатты ұнайтын болады. Міне достар, массамыз дайын болды. Енді біз ортасына салатын қамырымызды жайып, және де 250-200 градуста пісіріп алатын боламыз. Енді осы жаңағы ортаңғы қамырымыз пісем дегенше ең астыңғы қамырды жайып, осылай табамызға жайластырып аламыз. Енді біз жаңағы жұмыртқаның ағына жаңғақтарымызды тура мен сияқты қылып езіп алыңыздар. Езіп алып, массамызға салып, араластыратын боламыз. Күрекшенің көмегімен міне осылай араластырып алыңыздар. Енді жаңағы бірінші қамырымыздың үстіне осы массамызды салып, жайып аламыз. Міне жайып болдық. Енді жаңағы пісіріп алған қамырымызды осының үстіне салып, оның үстінен тағы да қалған жаңағы салмамызды жақсылап жайып салып аламыз. Енді осы салманы салып жайып болғаннан кейін, жаңағы ең беткі қабатына саламыз деген қамырымызды жайып, салып алатын үстіне қоятын боламыз. Енді астыңғы және үстіңгі қамырлардың шеттерін біріктіріңіздер. Және де осы қамырдың үстінен пышағымызды қатты батырмай, беткі қабатына жаймен сызып шығатын боламыз.
Міне сызып болдым. Енді үстіне жаңағы жаңғақтарымызды, грек жаңғақтарын әсемдеп қойып алатын боламыз. Және де 250 немесе 200 градуста пісіріп аласыздар. Пахлавамыз пісем дегенше біз сиробын дайындаймыз. 1 кесе қантқа 1 кесе суды құйып, және де 1 қасық лимон шырынын қосып жіберіп, қайнататын боламыз. Пахлавамыз дайын болған кезде сәлі енді кішкене пісуіне қалады ғой уақыт, сол кезде алып, осылай пышақпен батырып кесіп аламыз жаңағы сызықтарымызды, және де үстінен жаңағы дайын болған сиробымызды құятын боламыз. Достар, бұл рецепт өте дәмді шығады, қамыры үгілгіш болып жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Мына қамырымызды кесіп болғаннан кейін енді үстіне сиробымызды құямыз. Сиропты қанша қалайсыздар, солай жасасаңыздар болады. Көп құйсаңыздар өте дәмді болады. Міне пахлавамызды сиропты құйғаннан кейін тағы 10-15 минут қойып алдық. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет.